Орыс және әлем әдебиетінің классигі граф Лев Толстойды психологизмнің шебері, роман-эпопея жанрын жасаушы, өзіндік ойшыл, өмір ұстазы деп атайды. Бұл тамаша жазушының шығармалары Ресейдің ең үлкен байлығы болып табылады. 1828 жылы тамызда Тула губерниясындағы Ясная Поляна иелігінде орыс әдебиетінің классигі дүниеге келді. Соғыс және бейбітшіліктің болашақ авторы, атақты дворяндар отбасындағы 4-ші бала болды. Әкесі жағынан ол Иван Грозный мен Петр I қызмет еткен граф Толстойдың ескі отбасына жататын. Ана жағынан Лев Николаевич Рюриктердің ұрпағы. Бір қызығы, Лев Толстой мен Александр Пушкиннің ортақ арғы-атасы, адмирал Иван Михайлович Головин, Лев Николаевичтің анасы, туған ханшайым Волконская қызы туылғаннан кейін босану ауруынан қайтыс болды. Ол кезде Лев 2 жасқа да толмаған еді. 7 жылдан кейін отағасы граф Николай Толстой қайтыс болды. Балаларға қамқорлық жасау жазушының тәтесі Эргольскаяның мойнына жүктелді. Кейінірек екінші тәтесі графиня Остен-Сакен жетім қалған балалардың қамқоршысы болды. 1840 жылы ол қайтыс болғаннан кейін балалар Қазанға, жаңа қамқоршыға, әкесінің әпкесі Юшковаға көшті. Нағашы жиеніне әсер етті, ал жазушы қаладағы ең көңілді және қонақжай деп саналатын оның үйіндегі балалық шағын бақытты деп атады. Кейінірек Лев Толстой балалық шақ әңгімесінде Юшков үйіндегі өмірден алған әсерлерін сипаттады. Классик бастауыш білімді үйде неміс және француз мұғалімдерінен алған. 1843 жылы Лев Толстой Қазан университетіне түсіп, шығыс тілдері факультетін таңдап, көп ұзамай оқу үлгерімінің төмендігіне байланысты басқа факультетке, заң факультетіне ауысады. Бірақ ол мұнда да табысқа жете алмады. 2 жылдан кейін ол диплом алмай университетті тастап кетті. Лев Николаевич шаруалармен жаңаша қарым-қатынас орнатқысы келіп, Ясная Полянаға оралды. Идея сәтсіз аяқталды, бірақ жас жігіт үнемі күнделік жүргізді, әлеуметтік ойын-сауықты жақсы көрді және музыкаға қызығушылық танытты. Толстой бірнеше сағат бойы Иоганн Бахты, Фредерик Шопенді және Вольфганг Амадей Моцартты тыңдады. Жазда ауылда өткізгеннен кейін помещиктің өмірінен көңілі қалған 20 жастағы Лев Толстой иеліктен шығып, Мәскеуге, одан Санкт-Петербургке қоныс аударады. Жас жігіт университетте кандидаттық емтихандарға дайындалу, музыка оқу, картамен және сығандармен айналысу және шенеунік болуды армандады және атты күзетшілер полкінде курсант болуды армандайды. Туыстары Левті ең болмашы адам деп атады және оның қарызын өтеу үшін жылдар қажет болды. Әдебиет 1851 жылы жазушының ағасы офицер Николай Толстой Левті Кавказға баруға көндірді. 3 жыл бойы Лев Николаевич терек жағасындағы ауылда өмір сүрді. Кавказдың табиғаты мен казак ауылының патриархалды өмірі кейінірек казактар хикаяларында көрініс тапты. Және Қажы Мұрат, рейд және ағаш кесу әңгімелері Кавказда Лев Толстой балалық шақ повесін құрастырып, оны Современник журналында бас әріптерімен жариялады. Және жастар әңгімелерін трилогияға біріктіру әдеби дебюті тамаша болды. Және Лев Николаевичке Лев Толстойдың шығармашылық өмірбаяны қарқынды дамып келеді. Бухарест, қоршаудағы Севастопольге көшу, батарея командирі жазушыны әсермен байытты. Лев Николаевичтің қаламынан Севастополь хикаялары сериясы шықты. Жас жазушының шығармалары өздерінің батыл психологиялық талдауларымен сыншыларды таң қалдырды. Ал император Александры желтоқсанда Севастополь эссесін оқып, Толстойдың талантына таңданысын білдірді. 1855 жылдың қысында 28 жастағы Лев Толстой Петербургке келіп, Современник үйірмесіне кіреді. Оны орыс әдебиетінің үлкен үміті деп жылы қарсы алды. Бірақ 1 жылдың ішінде айтыстары мен тартыстары, оқулары мен әдеби дастархандары бар жазу ортасынан шаршадым. Кейінірек конфессияда Толстой былай деп мойындады. Бұл адамдар мені жиіркендірді, мен де жиіркендім. 1856 жылдың күзінде жас жазушы Ясная Поляна иелігіне кетті, ал 1857 жылы қаңтарда. Шекара. Лев Толстой 6 ай бойы Еуропаны аралады. Германияда, Италияда, Францияда, Швейцарияда болды. Ол Мәскеуге, одан Ясная Полянаға оралды. Отбасылық мүлікте ол шаруа балалар үшін мектептер ұйымдастыра бастады. Оның қатысуымен Ясная Поляна маңында 20 оқу орны пайда болды.
1860 жылы жазушы көп саяхаттады. Германияда, Швейцарияда, Бельгияда ол көргендерін Ресейде қолдану үшін Еуропа елдерінің педагогикалық жүйелерін зерттеді. Балалар мен жасөспірімдерге арналған. Жазушы жас оқырмандарға арнап жүздеген шығармалар тудырған, оның ішінде Катенка, Екі ағайынды, Кірпі мен қоян, Арыстан мен ит атты мейірімді де тағылымды ертегілер. Лев Толстой балаларға жазуды, оқуды және арифметиканы үйрету үшін ABC мектеп оқулығын жазды. Әдеби педагогикалық еңбек 4 кітаптан тұрады. Жазушы ғибратты әңгімелер, дастандар, аңыз әңгімелермен қатар ұстаздарға арналған әдістемелік кеңестерді де қамтыған. 3-ші кітапта Кавказ тұтқыны әңгімесі бар. 1870 жылдары Лев Толстой шаруа балаларына сабақ беруді жалғастыра отырып, Анна Каренина романын жазды. Онда ол 2 сюжетті. Карениндердің отбасылық драмасымен өзін таныстырған жас помещик Левиннің үй идиллиясын қарсы қойды. Роман бір қарағанда ғана ғашықтық оқиғасы сияқты көрінді. Классик білімді таптың өмір сүруінің мәні мәселесін көтеріп, оны шаруа өмірінің шындығына қарсы қойды. Анна Каренина Федор Достоевскийдің жоғары бағасына ие болды. Жазушының санасындағы бетбұрыс 1880 жылдары жазылған шығармаларында көрініс тапты. Өмірді өзгертетін рухани түсінік әңгімелер мен хикаяларда басты орынды алады. Иван Ильичтің өлімі, Кройцер соната, әке Сергей және доптан кейін повесі шығады. Орыс әдебиетінің классигі әлеуметтік теңсіздіктің суретін салып, дворяндардың бос жүрістерін жазалайды. Өмірдің мәні туралы сұраққа жауап іздеген Лев Толстой орыс православие шіркеуіне жүгінді, бірақ сонда да ол қанағаттанбады. Жазушы христиан шіркеуі бұзылған, дін атын жамылған діни қызметкерлер жалған ілімді насихаттап жатыр деген қорытындыға келді. 1883 жылы Лев Николаевич медиатор басылымын құрды. Онда ол өзінің рухани нанымдарын сипаттап, орыс православие шіркеуін сынады. Бұл үшін Толстой шіркеуден шығарылды және жазушыны құпия полиция бақылайды. 1898 жылы Лев Толстой қайта тірілу романын жазды. Ол сыншылардың оң бағасын алды, бірақ жұмыстың жетістігі Анна Каренина және соғыс және бейбітшілік романдарынан төмен болды. Өмірінің соңғы 30 жылында Лев Толстой зұлымдыққа күшсіз қарсы тұру туралы іліммен Ресейдің рухани және діни көшбасшысы ретінде танылды. Соғыс және бейбітшілік Лев Толстойдың соғыс және бейбітшілік романын ұнатпады. Бұл эпопеяны сөздік қоқыс деп атады. 1805 орыс хабаршысы 1865 жылы жарық көрді. 3 жылдан кейін Лев Толстой тағы 3 тарау жазып, оны шабыттандырған романды аяқтады. Сыншылар арасындағы қызу пікірталас романшы отбасылық бақыт пен рухани өрлеу жылдарында жазылған шығарманың кейіпкерлерінің ерекшеліктерін өмірден алған. Лев Николаевичтің анасының ерекшеліктері, оның ойға бейімділігі. Тамаша білім және өнерге деген сүйіспеншілік, оның әкесінің мысқылы және өнерге деген сүйіспеншілік. Жазушы Николай Ростовты жазған кезде Лев Толстойдың хат-хабарларын зерттеді. Волконский, масондық қолжазбалар, оның жас әйелі оған көмектесті жобаларды көшіріп, оның эпикалық кенептің кеңдігімен және Лев Толстой жұмысты сипаттады. Халық тарихын жаз. Әдебиет сыншысы Лев Анинскийдің есебі бойынша 1970 жылдардың соңына қарай орыс классикінің шығармалары тек шетелде 40 рет түсірілген. 1980 жылға дейін соғыс және бейбітшілік эпопеясы 4 рет түсірілді. Еуропа, Америка, Ресей режиссерлері Анна Каренина романы бойынша 16 фильм түсірсе, Возрождение 22 рет, соғыс және бейбітшілік фильмін алғаш рет 1913 жылы режиссер Петр Чарднин түсірген. Ең танымал фильмді 1965 жылы кеңестік режиссер Сергей Бондарчук түсірген. Жеке өмірі Лев Толстой 1862 жылы 34 жасында 18 жасар София Берске үйленді. Граф әйелімен 48 жыл өмір сүрді, бірақ ерлі зайыптылардың өмірін бұлтсыз деп атауға болмайды. София Берс, Мәскеу сарайының кеңсесінің дәрігері Андрей Берстің 3 қызының екіншісі, отбасы Астанада тұрды, бірақ жазда олар Ясная Поляна маңындағы Тула жерінде демалады. Лев Толстой өзінің болашақ әйелін алғаш рет көрді бала. София үйде білім алып көп оқыған, өнерді түсінетін, Мәскеу университетін бітірген. Берс Толстойдың күнделігі мемуарлық жанрдың үлгісі ретінде танылған. Отбасылық өмірінің басында Лев Толстой әйелі екеуінің арасында ешқандай құпия болмасын деп Софияға оқуға күнделік береді. Шошынған әйел күйеуінің дауылды жастық шағы, құмар ойындарға құмарлығы,
жабайы өмір және Лев Николаевичтен бала күткен шаруа қызы Аксинья туралы білді. Тұңғыш Сергей 1863 жылы дүниеге келген. 1860 жылдардың басында Толстой роман жаза бастады. Соғыс және бейбітшілік. Софья Андреевна жүкті болғанына қарамастан күйеуіне көмектесті. Әйел үйдегі барлық балаларды оқытып өсірді. 13 баланың 5-еуі нәресте немесе ерте балалық шағында қайтыс болды. Отбасындағы мәселелер Лев Толстой Анна Каренинамен жұмысты аяқтағаннан кейін басталды. Жазушы күйзеліске түсіп, Софья Андреевнаның отбасы ұясында соншалықты мұқият ұйымдастырған өміріне наразылығын білдірді. Графтың моральдық күйзелісі Лев Николаевичтің туыстарынан ішімдік пен шылым шегуден бас тартуын талап етті. Толстой әйелі мен балаларын өзі тіккен шаруа киімін киюге мәжбүрлеп, алған мүлкін шаруаларға бермек болды. Софья Андреевна күйеуін тауарды тарату идеясынан тайдыруға көп күш салды. Бірақ болған жанжал отбасын екіге бөлді. Лев Толстой үйден қайтып оралған кезде, жазушы жобаларды қайта жазуды қыздарына тапсырды. Соңғы бала 7 жасар Ваняның өлімі ерлі зайыптыларды қысқа уақытқа жақындатты. Бірақ көп ұзамай өзара реніштер мен түсінбеушілік оларды мүлдем алшақтатты. Софья Андреевна музыкадан жұбаныш тапты. Мәскеуде бір әйел романтикалық сезімдер пайда болған мұғалімнен сабақ алды. Олардың қарым-қатынасы достық күйінде қалды, бірақ граф оның әйелін жартылай сатқындық үшін кешірмеді. Лев Толстой үйден кетіп қалды. Софьямен қоштасу хаты. Ол оны жақсы көретінін, бірақ басқаша жасай алмайтынын жазды. 82 жастағы Лев Толстой өзінің жеке дәрігері деп, жолда жазушы ауырып қалып, Остапова вокзалында пойыздан түседі. Лев Николаевич өмірінің соңғы 7 күнін станция бастығының үйінде өткізді. Толстойдың денсаулығы туралы хабарды бүкіл ел бақылап, балалар мен әйелі Остапова станциясына келді, бірақ Лев Толстой ешкімді көргісі келмеді. Классик 1910 жылы 7 қарашада қайтыс болды. Ол пневмониядан қайтыс болды. Әйелі одан 9 жыл аман қалды. Толстой Ясная Полянада жерленді. Лев Толстойдың дәйек сөздері барлығы адамзатты өзгерткісі келеді, бірақ өзін қалай өзгерту керектігін ешкім ойламайды. Бәрі күте білген адамға келеді. Бақытты жанұялардың бәрі бір-біріне ұқсайды. Әр бақытсыз отбасы өзінше бақытсыз. Әркім өз есігінің алдында сыпырсын. Барлығы осылай жасаса, бүкіл көше таза болады. Махаббатсыз өмір сүру оңайырақ. Бірақ онсыз мағынасы жоқ. Менде жақсы көретін нәрсенің бәрі жоқ. Бірақ мен қолымдағының бәрін жақсы көремін. Дүние азап шегетіндердің арқасында алға жылжиды ең үлкен шындық, ең қарапайым. Барлығы жоспар жасайды, ал ешкім жоспар құрмайды.